Бүгінгі таңда ақпараттық медиа кеңістігінде мемлекеттік тілде сауатсыз жазу, сонымен қатар қате сөйлеу үрдісі кеңінен белең алуда. Оның негізгі себебі орфографиялық және орфоэпиялық нормаларды сақтамау. Сауатты жазу тіл мәдениетінің бір көрінісі. Қатемен жұмыс жобасының мақсаты қазақ тіліндегі актив сөздердің дұрыс жазылуы мен айтылуын көрсету. Сөздерді бірге немесе бөлек жазу баршамыздың мәселемізге айналды, бірақ бұл әлі шешілмей жатқан мәселе екен деп бір сөзді біресе бөлек, біресе бірге таңбалай беруге болмайды. Бөлек жазылу сөздің жеке дара мағынасы бар сөйлемнің дербес мүшесі бола алады дегенді білдіреді. Бірге жазылу деген сөздер сыңармен бірігіп қана бүтін болады. Бөлініп жазылса, сөз мағынасы өзгеріп кетеді дегенді білдіреді. Бүгінгі қозғайтын тақырып бірге ме әлде бөлек пе? Сүндет той ма, сүндет той ма? Мерей той ма, әлде мерей той ма? Той сөзінің мағынасы мереке, айтулы дата. Той сөзімен келген төменде берілген сөздер қатары бірге жазылады. Бұл сөздерді бірге отырып беретін мағынасы адам өміріндегі айтулы күн, өмір деректің бір беті. Сондықтан тура мағынасында тұрмағандықтан бірге жазылады. Бесік той, қоныс той, сүндет той, мүшел той, мерей той, наурыз той, сабан той, қола той, күміс той, алтын той. Көп балалы сөзін бірге жазып, көп этностық пен көп мағыналыны бөлек жазатындар бар. Негізі көп сөзімен мынандай сөздер үнемі бірге жазылады. Көп балалы, көп деңгейлі, көп жылдық, көп салалы, көп бұрышты, көп қанаттылар, көп мағыналы, көп этностық, көп жақты, көп сөзділік, көп үнділік, көп ұлттық. Ас үй ме? Әрине ас үй. Бұл сөз 2000 жылғы емле сөздігіне дейін бөлек жазылды. 2007-2013 жылғы емле сөздіктерінде бірге жазылды. Неге? Себебі үй сөзі тура мағынасында тұрғанымен орын, әйтеуір бір баспана деген жалпы мағынаға көшті. Және үй сөзі тіркестің соңғы сыңары болып отыр. Сонымен қатар қолжетімді емес. Қазақ тілді кітаптар емес. Келісім шарт емес. Ақсақал бірге, буры сақал бөлек. Ақ саусақ бірге, сүйрік саусақ бөлек. Сары май бірге, тоң май бөлек. Көк тайғақ бірге, қатты тайғақ бөлек. Ақ көңіл бірге, ақ кеуде бөлек. Кәрі қыз бірге, жас қыз бөлек.